Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде сұрақ Sublime Text 3 бағдарламасының текст редакторын қалай ұстан етеміз, қалай компьютерімізге орнатамыз. Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Кеттік. Ең алдымен Google-ға кіреміз де жазамыз. Осындай сайтқа кіреміз. sublimetext.com деген өзінің официальный сайты бар. Sublime Text бесплатная программа, но также платныйын алуға болады. Мына жерде енді өзіңіздің операционный системаңызға байланысты скачать етесіз. Мысалы сізде macOS болса macOS, Windows болса Windows, Linux болса Linux. Менде Windows, сондықтан Windows'ты басам, мінекей менде уже жазылды. Ашам Sublime Text Build деп тұр. .exe файлы, setup. Осы жерге кіреміз де next дейміз, install дейміз. И тупо 2 секундта бізде жазылады. Болды, finish деп бастық. Google деге уже керек жоқ. Установить етіп тұр уже менде. Сіздерде енді неде болуы мүмкін. Алдың файлдарым уже ашылып тұр, потому что менде установить етілген. Кіргеннен кейін мына жерде package control деп кіреміз. Бізге emmet плагин керек. Install package. Осы жерге emmet деп жазамыз. Және осы жерде сіздерде emmet несі шығады, плагин шығады. Emmet менде бар, сондықтан да уже установить етілген, сол үшін шықпайды менде. Enter'ді басам, осы жерде сіздерге emmet шыққан кезде emmet таңдап enter кнопкасын басасыздар. И сіздерде мына жерде примерно жазатын шығады, там ағылшынша жазулар шығады. Там успешно установлено деген сияқты. И сіз ары қарай уже смело жұмыс жасай бересіз. Мысалы HTML файлын ашатын болсақ, мінекей сіздерге осы жерде тупо көрсете салайын. 1-2 секундта index HTML деп ашамыз. Мына жерге келеміз. Emmet файл қалай жұмыс істейді? Emmet файлы осылай жұмыс істейді. Мысалы мына ішіне ссылка керек па? А дестерді тапты басасыздар. H2 керек па? Тапты басасыздар. И все, понимаете? Sublime Text программасының бір плюсы, ең керемет жері осы деп айта аламын. Әрине басқа текст редакторларда тоже осындай нәрселер бар, бірақ мен үшін Sublime Text өте қолайлы, ең ыңғайлы текст редактор болғандықтан мен бүгін осы текст редакторды жүктеуді және өзіңіздің компьютеріңізге орнатуды көрсеттім. Егер бұл сабақ сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы видеолар шығады, сабақтар шығады, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Біз барлығын қысқа уақытта өте түсінікті тілмен түсіндіреміз. Сіздермен болған Казуэй және де Нариман Бауыржанұлы арнасы. Сондықтан да назарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.